Екінші мәселе ол салафизм ағымдары. Салафизм ағымдары көп жағдайда үшке жіктейді. Ол бірінші такфир ағымы, екінші жихадшылар дейміз, үшінші матхалиттер деп айтады. Енді бұны ары қарата да жіктеуге болады. Қазіргі уақытта Александриялық салафиттер деп айтады, албаниді ұстаушылар деп айтады. Ары қарата жіктеле береді. Сурриттер деп айтады. Бірақ біз негізінен екі мәселені алайық. Бұл жерде такфир ағымы және матхализмді. Бірінші такфиризмнен бастайық. Такфиризмді алатын болсақ, бұлар өзінің ілімін екі мәселеден қалыптастырады. Бірінші мәселе ол намаз оқымайтын адам ол кәпір деп тану. Екінші мәселе бұл кім Алланың заңдарымен үкім шығармайды, ол кәпір деген мәселе. Яғни бұл принципті қарайтын болсақ, бұл принцип сектаның принципіне сайма-сай келеді. Сектаның принципі неден тұрады қарайтын болсақ? Біріншіден, ол азғана адамдарды қоғамнан бөліп әкету, бөліп әкеткен адамдарды жабық қоғам ретінде құру, ол жабық қоғам өзінің әміріне бағыну. Бұны қарап біз талдап көрейік мысалы. Мысалы, Өзбекстан өңірінде бұл мәселе бұлай болды. О жерде ғураба деген мәселе көтерілді. Ғураба деген мәселе бұл мұсылман діні бұл өмірге бөтен болып келді және бөтен болып кетеді деген мәселе бар. Сондықтан олар айтты, өзбек қоғамы бәрі мұсылман болғандықтан және мұсылмандардың көбі 5 уақыт намаз оқитын болғандықтан, бұларды азғандай топты бөліп әкету үшін бұлар айтты, яғни бізді ешкім бұл өмірде түсінбейді, біз бөлек қоғамбыз, біз бөлек қоғам болғандықтан біз бөлек өзіміздің өмірімізбен өмір сүруіміз керек деді. Ал егер Қазақстан мәселесін қарайтын болсақ, Қазақстанда бұлар такфир мәселесін көтерді. Такфир мәселесін көтерген себеп болған не деп қарайтын болсақ, біздің қазақ қоғамы, мұсылман қоғам, бірақ намаз оқитын адамдардың саны өте аз. Сол себептен кішкентай бір адамдарды бөліп әкету мәселесінде ол намаз оқымайтын адам кәпір деп танып, бір азғана адамдарды өзімен бірге алып кетті. Алып кеткеннен кейін бұлар айтты, жабық қоғам құра бастады. Ол екі мәселеде бұл әл-вала вәл-бара мәселесі, яғни мұсылмандарды жақсы көріп, кәпірлерді жек көру мәселесі. Ол мәселе жалпы исламда бар, бірақ бұлар өзінше қарады бұл мәселеге. Екінші мәселе, бұл жерде бұлар толығынан өзінің әмірлеріне бағына бастады. Мысалы, Анвар Садат деген президент, Мысыр президенті бұлай деген еді. Уаллахи, бұлар дейді, Алланың заңдарына және Құранға бағынбайды дейді. Бұлар өздерінің әмірлеріне бағынады дейді. Яғни бұл үлкен айтылған сөз. Алла атымен ант етем дейді ол кісі. Сол себептен шынымен қарайтын болсақ, бұлар жабық қоғам құрғаннан кейін толығынан өзінің әмірлеріне бағынады. Әмірлері қалай айтады, солай болады. Мысалы, қарайтын болсақ, намаз оқымайтын адам кәпір деп шығару. Жалпы біз білеміз, иман мәселесінен иманды мұсылман деп санаймыз. Біз әр адамды қай уақыттан бастап ол мұсылман дінін қабылдап, ля иляха иллаллахты айтқан кезде. Бұлар айтады, мұсылман дінін қабылдап, ля иляха иллаллахты айтқан аз, және амалдарымызбен бұны көрсетуіміз керек дейді. Амалдарымызбен көрсетуіміз керек дегенде, бұлар тек қана намаз мәселесін ғана айтады да, намаз мәселесін айтып, намаз оқыған адам ғана мұсылман деп тани бастайды. Яғни бұл исламның негізіне қарама-қайшы келеді. Ол бірінші мәселе. Енді екінші мәселеде қарайтын болсақ, жабық қоғам құрғаннан кейін, өзінің әміріне бағынғаннан кейін, екінші мәселе бұлар ол қоғамнан кету мәселесі, яғни хижра мәселесі. Хижра мәселесі ислам тарихында бар. Ол пайғамбардың саллаллаху алейхи вассаламның Меккеден Мединаға көшуі, хижра және бұл мұсылмандық леточисление дейміз ғой. Бұл тұрғыда бұлар хижраны жихадтың бірінші этап ретінде қабылдайды. Бұл не мәселе? Бұл хижра деген, мысалы, Өзбекстан мұсылмандары бірінші Таджикистанға кетті, одан кейін Афганистанға кетіп қалды. Қазақстанда қарайтын болсақ, қазіргі біздің такфиршілер
бір 72 семья бір бөлігі Чехияға кетіп қалды 2005 жылдары. Қазіргі кезде Багаудин жамағаттары олар такфир мәселесін айтқан кезде және хижра мәселесін айтқан кезде олар жабық хижраны айтады. Яғни бұл қоғамнан чувственная изоляция дейді. Яғни бұл қоғамнан өмір қоғамда бола тұра, бұл қоғам ішінде жеке өздерінің қоғамдарын, жабық қоғамдарын құру мәселесі. Бұны хижра деп таниды. Және де осы хижрада өздерінің күшейгеннен кейін келесі этап ол жихад мәселесі. Ал енді жихадшыларды айтатын болсақ, жихадшылар бұлардың ұстаздары бұл Мұхаммад Мағдейси деп айтады, Мағдум Азама, Авлақи, тағда басқалары. Бұлардың негізгі ойлары ол қоғамда кәпір деп тану, және де бұған қарсы жихад жариялау мәселесі. Енді қазіргі кезеңде қарайтын болсақ, көптеген үлкен ғұламалар бар. Бірде-бір ғұламалы Қазақстан жерін кәпірлік, әлде жихад жері деп таныған жоқ. Бұл өздерінше жастардың бір саясаттың ықпалы болып кеткенін көріп отырмыз. Екінші мәселе ол матхализм мәселесі. Матхализм мәселесін айтатын болсақ, енді бұл жерде кішкене тереңірек қарауымыз керек. Біріншіден, жалпы такфир және матхализм деген ағымдардың пайда болуы, жалпы дәстүрлі емес ислами ағымдардың келу мақсаты бұл мемлекетке шабуыл емес, бұл біздің ұлтқа қарсы шабуыл. Мысалы, және такфирлерді айтып кеттім, ол қазақты не дейді, олар кәпір дейді. Қазақтың тарихын кәпірлікті тарих ретінде қарайды, жахилия тарихи дейді. Ол біріншіден. Екінші мәселе, матхалиттерді алатын болсақ, бұл біздің бүкіл дәстүрімізді не дейді? Бидат дейді. Яғни бидат болғаннан кейін, ол бидат нәрсе жойылу керек. Ama жалпы салыстырма ретінде қарайтын болсақ, кәпір мәселесі мен бидат мәселесі өте жақын нәрсе. Сондықтан да кейбір уақыттарда матхализмнен такфирге өтіп кету мысалдары болып жатады. Мысалы, Саид Бурацкийді алатын болсақ, шын бас кезінде бұл кісі матхализмде болды, кейіннен барып жихадшылар тобына өтіп кетті. Қазіргі кезеңде енді матхализмді алып қалайтын болсақ, бұл тарих арқылы қараған дұрыс болар. Тарихта 1919 жылы Совет өкіметі орталық Азия жеріне келгенде, көбінесе Ташкент өңіріне келген кезде исламды қалай жеңеміз деген сұрақ бірінші сұрақ болып тұрды. Соғыспен жеңу өте ауыр және мүмкін емес, сөзбен жеңу тіпті мүмкін емес. Сол себептен бұлар идеологиялық арқылы жеңуді мақсат етті. Осы мақсатта олар Осман империясының Шығыс Түркістан арқылы Шами Дамла Ат-Тарабалуси деген адамды алдыртады. Ол сол кезде Ахлал Хадис ағымның өкілі еді. Қазіргі былай айтқан кезде матхалиттарымыз. Бұлар келген кезде не деді? Бұл Шами Дамла келе салды. Келе салған кезде сол өңірдегі ең мықты ханафи ғұламасын пікірталасқа шақырды. Халық алдында ол өзі үлкен, соның өзі үлкен басында фитна еді. Бұл пікірталаста Шами Дамла Ат-Тарабалуси Аль-Бухариді жатқа білгендіктен және иснаттарын толық келтіре алғандықтан жергілікті ханафи ғұламасын жеңіп кетеді. Жеңіп кеткен кезінде бұл ханафи ғұламасының басындағы чалмасын қағып түсіреді. Қағып түсірген мәселе бұл бір мәселені көздейтін еді. Бұл жергілікті ханафи исламның құлату мәселесі еді. Шынымен де 1919 жылдан 29 жылға дейін Шами Дамлаға Совет өкіметі тиіспейді, бүкіл жағдайын жасайды. Осы уақыттың ішінде бұл бірақ мақсаты болады, бұл ханафи ілімін қарсы тұру, салт дәстүрді қарсы тұрып, идеологиялық тұрғысынан жеңу еді. Ол мақсатына жетеді. Бірақ 29 жылдан 30 жылға дейін Шами Дамла және оның бәрі шәкірттері репрессияға ұшырайды. Сонымен ислам факторы сол кезде шешіледі. Ал қазіргі кезеңде қарайтын болсақ, матхалиттердің не көздеп отыр? Матхалиттердің шын мәнінде өздері білмейді не көздеп отырғандарын. Бірақ бұның артында тұрған күштерді айтатын болсақ, бұл күштердің бірақ көздейтін мәселесі бар. Бұл біздің ислами санамызға әсер ету, ұлтқа қарсы шабуыл. Ұлтқа қарсы шабуыл ретінде қарайтын болсақ, бұл біздің бүкіл
дәстүрімізді бидат деп тану. А егер біз шынымен зерттеп қарайтын болсақ, біздің көп дәстүріміз шариғатқа сайма-сай келеді. Мысалы, беташарды алатын болсақ та, басқа мәселелердің бәрін алатын болсақ та, шариғатқа ешқандай қарсылығы жоқ бұл мәселеде. Әр нәрсені біз түп тамырын зерттеп, үкімді сол уақытта шығаруымыз керек. Бұл адамдар, яғни бұл жерде келін сәжде қылады, рұку қылады деп, бұны бидатқа шығарады, бірақ бұл жерде сәждеде рұку мәселесі де жоқ. Бұл келген отбасына сәлем беру, сәлем беріп кіру. Яғни сол келген отбасына сәлем беріп кіру, сол отбасын сыйлау мәселесі болып тұр да. Ол бірінші мәселе. Екінші мәселені қарайтын болсақ, енді матхализм деген қазіргі кезде бұл жүйелі құрылым десек болады. Бұлар қазіргі уақытта бүкіл сабақтарын усул саласия бойынша ғана сабақ береді. Усул саласияны жаттаттырады, бірақ арасында бір-екі қауіпті мәселе бар. Ол жаттаған мәселе, жаттаған кезде бұл автоматически қабылданады. Бұны егер түсініп білсек, ол басқа мәселе. Бұдар жүйелік тұрғыдан айтатын мысал ретінде, бұдар бірінші этапта бұдар усул саласияны береді, екінші этапта ақида уасатияны береді, Ибн Таймияны. Сөйтіп, бұл негізгі бағыты бұл дәстүрге қарсы, және дәстүрдің, ол ислами дәстүр деп айтатын болсақ, қазақи ислами дәстүрді айтатын болсақ, және Абу Ханифа мазхабына қарсы.